Армысыздар, құрметті көрермен. Сорпа істейтін келіншектерді Хюррем хатун сияқты құрметтеу керек. Неге екенін білесіз бе? Өйткені сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде. Сондықтан сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаны әрқашан күйеуіңізге және де балаларыңызға алаңсыз ішкізе беруге болады. Ол қайта тамақтан уланған жағдайда немесе тамақты тым көп жеп қойғанда жақсы көмектеседі. Яғни токсиндердің сыртқа шығуына көмек болады. Егер күнделікті қою тамақты жей берсеңіздер, онда ол сіздерді инфарктке, инсультке алып келеді. Және де қандарыңыз қоюлана бастайды. Қазақ халқы ет сорпасын ішпей ас қайырмайтыны белгілі. Бұл әдет бұрыннан келе жатыр. Асты жоғары бағалағаны сонымен қатар сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімінің болғаны халқымыздың ерекшелігін көрсетеді. Әсіресе босанған әйелдің күш қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған. Дегенмен көбі сорпаны диеталық тағам деп санайды. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екені жиі айтылып жатады. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін айта кету керек. Гастроэнтеролог Әйгерім Ормановадан сорпаның ағзаға қаншалықты емдік пайдасы бар екенін және оның қандай дерттерден айығуға көмектесетінін сұрап білдік. Дәрігердің айтуынша сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде. Бірінші кезекте сиыр және қой етінен жасалған сорпаның құрамына тоқталатын болсақ, оның ағза үшін пайдасы өте мол. Сиыр етіндегі элементтер мен дәрумендер ас қорыту жүйесі қызметін жақсартады. Мысалы, ол темір жетіспеушілігі, анемиясымен күресуге көмектеседі. Бұл дегеніміз сиыр немесе қой еті сорпасының тәбеттің төмендеуіне, әлсізденіп, тез шаршап қалуға жол бермейтінін білдіреді. Сондай-ақ, ол сорпаның жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш қуатын қалпына келтіруде көмегі зор екен. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты тым көп жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдердің шығуын реттейді. Осындай таза қолдың сорпасы 20-40 минутта қорытылып кетеді. Салыстырып қарар болсақ, жеміс жидек шырының бір стақаны 30 минутта, ал алма шырыны 40 минутта ғана қорытылады. Бұдан бөлек, дәрігер тауық сорпасының емдік қасиеттеріне тоқталды. Оның айтуынша, ыстық күйдегі тауық сорпасы ас қорыту жолының асқазан мен аш ішектің жұмысын жақсартады. Тауық сорпасының гастритпен ауыратындарға көмегі өте зор. Ол асқазандағы артық қышқылды шығарады. Сондай-ақ, сүйектердің бітіп кетуін тездетеді. Яғни, сорпадағы элементтер сүйек, шеміршек және дәнекер тіндерге және көк бауырдың қызметіне жақсы әсер етеді. Сүйек сорпасы үлкенге де, кішіге де өте пайдалы. Сүйек сорпасы нағыз дәрумендері, амин қышқылдары, коллагені бар табиғи өнім. Ал сүйектің өзі табиғи коллаген көзі. Әсіресе сұлулық пен саулығын күтіп жүргендер үшін таптырмас көмекші. Сорпаның құрамында кальций, магний, фосфор, яғни адамға қажетті дәрумендердің барлығы қамтылған. Сүйек сорпасы шаштың, тырнақтың саулығына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар асқазан, ішек жолдарын қалпына келтіріп, ішек ауруларының алдын алады. Буын, аллергия, қаназдық, өт жолы ауруларына да ем. Сүйек сорпасын қалай жасау керек? Сорпаның қайнату ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағат. Баяу отта ұзақ қайнату керек.
Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Таңдаған сүйек ірі қара малдың жілігі болса, оны жуып қазанға саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатасыз, содан кейін көбігін алып, тағы да жарты сағат қайнатып, суын ауыстырасыз. Сөйтіп екінші рет қазанға су толтырып, қатты қайнатып аласыз да, сосын баяу отқа қоясыз.